Емен ата, сәлеметсіз бе? Өзің де сау саламат боларсың, балам. Бәрі жақсы ата, сізге бір сұрақ қойсам қайтет? Осы сіз неден қорқасыз? Біздер ағаштар жалғыз қалудан қорқамыз. Тіпті ол туралы жыр бар. Ол қандай жыр білуге бола ма? Ертеде адамдар жаман қылықтарды көп істеген соң жаратушы олардың айналасын құмға айналдырып жіберіпті. Жалғыз ағашты ғана аяп алып қалыпты. Көз талдыратын құм ішінде жалғыз ағаштың түбіне келген халық жаратқанға жасыл жазираны қайтаршы деп жалбарыныпты. Осы аңызды қазақ ішінен естіген Тарас Шевченко балта жаратқанның босағасында жатты деген өлең жазған. Тарас Шевченко деген кім ата? Ол Украинның айтулы ақындарының бірі. Ол жақта ақынды Кобзарь дейді. Осында Украин ұлтымен танысуға бола ма? Неге болмасын қарағым? Қазақстанда Украин ұлтының өкілдері өте көп. Ата, мен кеттім, жаңа дос табуға. Жолың болсын. Алдымнан тағы Шашқышбек шықты. Нені білдіріп келеді екен? Шашқышбек, қайдан келесің? Мектептен. Не, бүгін сабақ болмады ма? Мені сабақтан шығарып жіберді. Ата-анаңды ерт кел дейді. Не үшін? Сыныптағы балалардың дәптерін шашқаным үшін. Енді үйден кімді келесің? Әкеңді ме жоқ, анаңды ма? Үйге барып оларға айтудан қорқам. Неге қорқасың? Таңертең мектепке кетерде шашылған үй киімдерімді жинамай кеткем. Солай ма, енді не мектепке қайта бара алмай, неге кіре алмай далада қалдың ба? Мен не істесем екен? Саған айтар жалғыз ақыным бар. Қандай? Мектепке барып, мұғалімнен де дәптері шашылған балалардан да кешірім сұрайсың. Үйге келген соң анаңнан да кешірім сұрайсың. Біреуге тисе кесірің, қатты жаппай есігін, сұрау керек Шашқышбек дер кезінде кешірім. Кешірім сұрағым келмесе ше? Осылай сенделіп қаласың. Түнде далада қалғым келмейді. Онда өзің ойлан, мен кеттім. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Кіріңіз. Мен Украин ұлтының салт дәстүрімен жете таныссам деп келіп едім. Онда төрге шығыңыз. Менің атым Злата. Украин халқының мәдениетімен таныстыруға әзірмін. Сенің Злата деген атың не мағынаны білдіреді? Алтын деген мағынада айтылады. Онда дұрыс екен. Қазақ қыздарының арасында алтын деген ат жиі кездеседі. Злата мен алтын, сақтап достық салтын, хабарласып тұрады жүздері оның жарқын. Сенің бүгін алғашқы болып келгенің дұрыс болды, досым. Неге олай дейсің, Злата? Біздің халықта мынандай ырым бар. Егер үйге қонаққа алдымен жас адам келсе, онда бұл үйдің иелері жыл бойы алаңсыз дәулетті өмір кешеді. Әсіресе түрлі мерекелер кезінде бұған мән береді. Злата, сендерде жас балаларға арналған түрлі салттар бар ма? Болғанда қандай? Бала бір жасқа толғанда, оның шашын алуды үлкен той етіп өткізеді. Бұл тойды пострижені деп атайды. Постриженіға алыс жақындағы ағайын туыс тегіс жиналады. Төбесіне бір тұтам арнайы шаш қалдырады. Кәне, көптеген тарихи картиналарда украиндардың барлығы, әсіресе халықты бастаған атамандары жалаңбас бейнеленген. Олардың ұлттық киімдері алыстан көз тартады. Оның ішінде бас киімдері де бар. Бірақ суретшілердің украиндардың жалаңбас қалпын суретке салуы тегін емес. Украиндар әдетте тақырлап, ұстарамен қырғызып тастайтын төбесіне бір уыс шаш өсірген. Оны бала кезден бастап еркін қоя берген және ешқашан кескізбеген. Бұл оларды басқа славян халықтарынан ерекшелеп тұрады. Түркі халықтары тұлым немесе айдар атайтын бұл шашты жергілікті тұрғындар чуб деп атаған. Чубты украиндар батырлықтың белгісі деп біледі. Украиндардың түркі халықтарымен ежелгі байланысы болғаны осыдан байқалады. Тұлым мен чубтың түптеп келгенде бір-бірінен айырмашылығы шамалы. Чуб туралы украиндардың ақындары да көптеген өлең мен жырлар жазған. Олар халықты ерлік пен батырлыққа, азаттық пен еркіндікке үндеген. Сондықтан төбедегі бір тұтам айдар шаш бостандықтың белгісі деп саналған. Чуб өсіргендер шын украин болады десеңші. Солай, чуб туралы сан қилы әңгімелер бар. Тіпті әлемге танымал картиналарда Украин әскерінің атамандары осындай шашпен бейнеленген.
Тақыр төбедегі бір уыс шаш бүкіл ұлттың белгісіне айналғаны ғажап. Танисың тақыр басынан, бірақ уыс шашынан Украин достарың табылып жүрсін қасыңнан. Енді саған Украинаның үйінің ерекшелігімен таныстырайын. Біздің халқымыз баспананы мықты және жайлы етіп салуға ұмтылған. Оның ішінде вариста пішке көңілі бөлген. Піштің пеш екені түсінікті, ал варистаны қалай аударуға болады? Вариста дегені тамақ пісіретін деген мағынаны білдіреді. Осы пештің үстіне түрлі қазан, шәугімдер тұрған. Злата, құрбым, сіздердің вариста пішпен жақын танысуға бола ма? Оның еш қиындығы жоқ. Сені қызықтырса, міне, көресің. Жарық пен жылудың адамзат үшін ежелден қажеттілігі түсінікті. Бастапқыда кез келген жерге от жаққан адамдарда кейін арнайы от жағатын ошақтар пайда болды. Ондай ежелгі ошақтардың орны үңгірлер мен өзен бойындағы жартастардың қуысында сақталған. Беріде өздеріне баспана тұрғызған адамдар оны жылыту үшін пеш салуды үйренді. Нағыз пешті салатын халықтардың бірі украиндар. Олардың пешшілерінің даңқы бүкіл Европа мен Азияға таралған. Украиндар үй салар жерді ыңғайлағанда алдымен пештің тұратын орнын таңдаған. Қай жақтан от салып түтін қалай қарай тарауы керек, соны есептеп алатын. Пештері негізінде екі бөлменің арасын бөліп тұрады. Сөйтіп, екі жақтағы бөлмелерді бірдей жылытады. Бұл үшін пештің жылуы қабырғаның бойын аралап шығатындай етіп, көлденең құдықтар қалдырған. Оны өздері лава деп атайды. Ел ішінде вариста пеш салатын шеберлер ерекше құрметке ие болған. Вариста пеш аталу себебі оның ішкі қызуына түрлі тамақтар мен тоқаштар пісірген. Әсіресе осындай пешке пісірілген нанның иісі бүкіл үйдің ішіне тарап, тұрғындардың тәбетін оятатын. Вариста пештің үстінде түрлі тамақтар пісіп тұрады дейсің ғой, Злата? Оның рас, украиндардың дастарханы түрлі тамақтарға толы. Оны пеште пісіреді. Тамақ демекші, Злата, сіздер ең ұнатып ішетін ұлттық тағам қайсы? Әлбетте, ондай тамақ баршаға белгілі борщ болуы керек. Оның қасиеті қандай? Украиндар жолға шығарда күнделікті шаруаға кіріскенде алдымен борщты жақсылап жуу керек. Тыңдырам десең бар істі, жүрем десең жол үсті, алдыменен толтырып, ішіп алшы борщты. Борщ қалай пісіріледі, Злата? Оны қазір көрсетеміз, және сені тойдырамыз, досым. Нағыз Украин күніне ең кемінде бір рет борщ ішіп тұруы керек. Бұл халықта осындай жазылмаған заң бұрыннан бар. Украиндардың ыстық асы басқа халықтардың борщындай сұйық емес, өте қою болуы керек. Сонда ғана бұл тамақтың құнары бойда қалады. Борщ пісіру үшін қазанға құйылған таза суға ет пен картоп және лавр жапырағын қайнатады. Ара-тұра көбігін алады. Орам жапырақты ұсақтап турап, үстіне салады. Пиязды текшелеп, сәбізді дөңгелектеп турап, жеке қуырып алады. Оған туралған қант қызылшасы мен бір қасық сірке су, бір қасық томат пастасын қосып, бұқтырады. Осы бұқтырылғанды қазанға қосады. Бетіне ұсақ туралған сарымсақ салып, қазанды оттан алады. Әркімнің ыдысына құйған кезде аскөк пен басқа көк дәмдеуіш шөптер сеуіп, міндетті түрде қаймақ қосады. Бетіне қаймақ салынған борщты украиндар қара нанмен ішетін. Мұндай ыстық ас бұл халықтың кез келген шаңырағында қонақтың алдынан шығады. Злата, мынау ғажап борщ екен. Украиндардың өмірі міне осындай болған. Танысқаныма қуаныштымын. Оның үстіне анда-санда борщ ішуге де келіп тұр. Рахмет, Злата!